Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біздің каналымызда математика 1 сыныптың 46 сабағы. Ондықтарды қосу және азайту тақырыбы. Бірінші тапсырма тұшпараны сана. Балалар тұшпараның неше ондығын дайындады? Балалар төмендегі суретке мұқият назар аударып қараңдар. Бізде көк түсті тарелканың әр қайсында 10 тұшпарадан бар. Демек балалар, барлық 5 тарелкадағы тұшпараның саны 50 болады. 50 дегеніміз балалар, бұл 5 ондық. Енді балалар, төмендегі мысалдарды бірге орындаймыз. 30 қосу 20 тең 50. 50 мен 20-ның айырмасы 30-ға тең. 50-ден 30 азайтсақ, айырманың мәні 20-ға тең болады. Келесі мысалдар ондықпен берілген екен. 3 ондық қосу 2 ондық тең 5 ондық. Келесі 5 ондық азайту 2 ондық тең болады 3 ондыққа. 5 ондық азайту 3 ондық тең болады 2 ондыққа. Жұптық жұмыс. Келесі екінші тапсырма түсіндіре отырып есепте. Балалар, 7-ге 2-ні қоссақ 9-ға тең болады. 3 пен 2-ның қосындысы 5-ге тең болады. Сәйкесінше балалар, осы қатардағы қарасақ, 70-ге 20-ны қосқанда 90-ға тең болады. Және төмендегі қатарда 30 пен 20-ның қосындысы 50-ге тең болады. Келесі мысалдар. 5 пен 2-ның айырмасы 3-ге тең болады. 6 мен 4-дің айырмасы 2-ге тең болады. Сәйкесінше осы қатарларды қарайық балалар, жоғары қатардан бастайық. 50 мен 20-ның айырмасы 30-ға тең болса, 60 пен 40-ның айырмасы 20-ға тең болады. Өзіндік жұмыс. Келесі үшінші тапсырма. Бос орындарға сандар жаз. 10-ға 80-ді қосатын болсақ, 90-ға тең болады. 40 пен 30-дің қосындысы 70-ге тең болады. 70 санынан 20 санын азайтсақ, айырманың мәні 50-ге тең болса, 90 санынан 40 санын азайтсақ, айырманың мәні 50-ге тең болады. Сен зерттеушісің. Қай фигураны таңдау керек? Ал енді балалар, төмендегі суреттегі фигураларға мұқият назар аударыңдар. Бірінші бізде дөңгелек берілген, екінші суретте бізде 3 бұрыш, үшінші суретте бізде 4 бұрыш берілген екен. Келесі төмендегі қатарға қараңдар. Бізде 3 бұрыш бар, 4 бұрыш бар және дөңгелек тұр. Төменгі қатарға қараңдар енді. Бізде 4 бұрыш бар, дөңгелек бар. Тағы да қандай фигура жетіспейді? Өте дұрыс айтасыңдар, бізде 3 бұрыш жетіспейді екен. Ал енді осы әрбір аталған фигуралардың ішінде бізде түрлі түсті тағы да фигуралар тұр екен. Демек, бұл жерде көк, жасыл және сары түстер бар екен. Енді үшінші қатарға қараңдар, төмендегі қатарға. Бізде жасыл түс бар, сары түс бар. Қандай түс жетіспейді? Өте дұрыс айтасыздар балалар, жарайсыңдар. Бізге көк түс жетіспейді екен. Демек, бізге 3 бұрышты көк түс жетіспейді екен. Сонымен балалар, бізге қандай фигура таңдау керек екен? Дұрыс айтасыңдар, 3 бұрышты ішіндегі көк 4 бұрышты фигураны таңдау керек екен. Бұл жерде біз 5-ші саны бар фигураны таңдауымыз керекпіз. Келесі 5-ші тапсырма. Сандардың құрамын айт. Қосуға 2 мысал, азайтуға 2 мысал құрастыр. Балалар, төмендегі суретке назар салып қараңдар. Бізде үй гүлдері берілген екен қызғылт түсті. Бірінші гүлге назар аударсаңдар, бізде 10 деген сан жазылып тұр. Енді 10 санын шығу үшін бізге 8 санына неше санын қосу керек? 8 санына 2 санын қоссақ 10 болады. Келесі 5 пен 5 санын қосындысы 10-ды береді. 7-ге 3 санын қоссақ 10-ды береді. Келесі екінші гүлде бізде 9 деген сан тұр. Демек, бізде 9 деген сан шығу керек екен. 5 пен 4-дің қосындысы 9-ды береді. 6 мен 3 санын қосындысы 9-ды береді. 8 пен 1 санын қосындысы 9-ды береді. Енді қосуға 2 мысал құрастырдық балалар. 4 пен 6-ның қосындысы 10-ға тең болады. 9 пен 1-дің қосындысы 10-ға тең болады. Азайтуға 2 мысал. 10 мен 1-дің айырмасы 9-ға тең болса, 10-нан 2 санын азайтсақ, айырманың мәні 2-ге тең болады. Осымен балалар, сабақ аяқталды. Соңына дейін тыңдағандарыңа рахмет. Сабағына лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Келесі кездескенше.